Алланың елшісінің саллаллаху алейхи уассалам керемет бір сөзі бар. Осы дағуатқа, насихатқа байланысты, адамдарды жақсылыққа үйретуге байланысты. Муаз бин Жабір сахабаға айтылған сөз, радиаллаху анху, Йеменге жіберген кезде, сен арқылы бір адамды Алла тағала тура жолға салса, осы дүниеде бүкіл нәрседен бұл артық нәрсе болады. Бұдан артық нәрсе жоқ деген. Сауап жағынан болсын, жақсылық жағынан. Яғни бір адамды өзі бір дұрыс жолға түсе, бір нәрсені ақиқатты, шындықты білсе, үлкен сауап екен, үлкен жақсылық екен. Мысалы, бұл өмірде енді әртүрлі жамандық, жақсылықпен күреседі. Өмірдің заңдылық нәрсе, біреулер залым болады, біреулер мазлум болады, біреулер жапа шегеді. Сонда мұсылман адам не істеу керек осындай жағдайды көргенде? Менің шаруам емес, маған жасалатқан жоқ қой, біреулерге ғой деп солай жүрмейді мұсылман адам. Хадисте Алланың елшісі айтып кеткен, кімде-кім қам етпесе, басқа мұсылмандарды ойламаса, олар үшін уайымдамаса, ол бізден емес. Нағыз мұсылман ондай жасамайды. Сондықтан мұсылман не істейді ондай кезде? Ең бірінші нәрсе дұға істейді. Алладан сұрайды, көмек, жәрдем сұрайды сол жапа шеккен адамдар үшін. Және сол қолынан келгенше енді әрекет істейді. Әрекеттің ішіндегі бірі ол мынау бойкот деген амал. Ол адам мысалы қолынан келген істейтін нәрсе. Залымдарды әлсірету үшін. Және осы амалдың несін нәтижесі бар екен, онда бәрі белгілі нәрсе. Нәтиже бар. Ертең Алланың алдына да барған кезде де адам бір айтатын нәрсесі бар. Не істедің? Айтады, дұға істедім. Алладан сұрадым олар үшін. Көмек сұрадым. Және амалмен не істедім? Амалмен осындай бойкот істедім. Бұлардың несін әлсіреттім, олардың несін ақшалар азайсын деп, сол күштері болмасын деп, сонда әрекет істедім қолына келгенше. Осындай амал жасап, енді Алланың алдына таза болып келеді. Және нағыз Құдайдан қорқатын адамның негізі сондай тірлігі солай болады. Ойланатын нәрсе адам. Ертеңді ойлайтын, ақиретті ойлайтын адам.